қала басыңа қонған бақты, өзіңнен артық ешкім сені түсінбес, өзің сүрт көзіңнен аққан жасты. Бәрінен шаршап, соңғы кезде қалай өмір сүру керектігін білмей қиналып жүрсеңіз, жақсылығымды түсінбеді деп өзгеге, ал жақсылығым неге жамандық боп қайтты деп өмірге ренжісеңіз, онда екі ережені ұстаныңыз. Бірінші ереже: адам гүл, шамадан артық су құймаңыз. Екінші ереже: адам үй, үйіңізге кез келгенді кіргізе бермеңіз. Тірі жанға тисе де көмегің көп, міндет қылар ешқандай себебің жоқ. Бұл өмірдің бұралаң жолдарынан тайып кетсең, ешкімге керегің жоқ. Бақыт деген Алла берген өмірің, өзгелерге демеу болар өр үнің. Бақыт сені айналсоқтап кете алмас, тау суындай таза болса көңілің. Үйрендім артымнан ғайбат айтқан адамның бетіне күліп қарауды, өтірік сөйлеп тұрғанын білсем де үндемей тыңдауды. Жүрегім жылап тұрса да менде бәрі жақсы деп айтуды. Өмірдің қатал сынағына сынбай қарсы тұрып қарсы алуды да үйрендім. Әлсіз болсаң тынарсың, күшті болсаң шығарсың. Әлсіз айтып қояды, күшті айтады да жояды. Айналаңда болып жатқан ситуациялардың барлығының артында Алланың қалауы тұратындығын ұмытпа. Өмір саған 1000 жыл мұрсат берсе де, нәпсің күн сайын жаңа бір сылтаулар тауып отырады. Саған тиесілі болған барлық нәрсе сені табады. Өзімізді бақытсыз деп сезінуіміздің себебі басымыздағы бақытымызды тірлікпен алысып жүріп байқамауымызда. Құдай сізге түрлі сый дайындайды, оны қиындыққа орап қояды. Орауын ашу қандай қиын болса да, сыйлық сондай үлкен болмақ. Махаббатпен екінің бірі ауыра алады, ал махаббатпен емдеу нағыз парасатты адамның ісі. Жаныңда жүрген жандарды бағалай біл. Бүгінде, ертеңде жаныңда болуы мүмкін, бірақ арғы күні жаныңда болуы белгісіз. Лайықты болсаң бағалайды өмір, айыпты болсаң жазалайды өмір. Сен таза болсаң айналаңды да қоқыстан өзі тазалайды өмір. Жаңбыр жауады, өйткені бұлт салмақты көтере алмайды. Ал біз жылаймыз, өйткені жүрек бұдан былай ауырсынуды көтере алмайды. Адам жанын жадыратып жаз қылатын да, құлдыратып қыс қылатын да бір ауыз сөз. Жақындарымыздан жылы сөзімізді аямай төгіп тілекші болайық. Адамдармен қалды ғой сыйластығың, ей пенде, адамдармен сыйлас бүгін. Өміріңді, өз бағытыңды білмей жүрсең, арман болып қалады-ау мына күнің. Ауыр сөйлеп зәбір берме ешкімге, барлық адам қонақ екен 5 күнде. Көңіліңді ауыртып кеткен жандарға сақтамағын ешқашанда кек мүлде. Адам дүние есігін анадан туған кезде ғана бір-ақ рет ашпайды. Өмір адамды қайта-қайта жаңадан тууға мәжбүрлейді. Көтер басты, иығыңды тік ұста, ғажап өмір ауасымен тыныста. Өз әлемің белгілі ғой өзіңе, өзгелерге ұнаймын деп тырыспа. Өмірде өтіріктің 3 түрі бар. Жай өтірік, көзіңізді бақырайтып қойып айтылатын бетсіздердің өтірігі, және статистика.
Зулайды уақыт зулайды екен, артына мойнын бұрмайды екен. Алаңсыз жүрген бақытты күнің басыңда мәңгі тұрмайды екен. Өмірден талай пенде өтер, сен де, мен де ол да өтер. Бұл жалған қамшының сабындай, сыйласа алмасаң сол бекер. Құрметті көрермен, қазақ тілді арнаны қолдай отырыңыз. Достарыңызға бөлісіп коммент қалдырып өз ойларыңызды айта кетіңіздер. Қарағандарыңызға рахмет.